қандай тапсырма берді? Сынақ тапсырмасына қан жасушалары және де иммунитет тақырыбы және де одағы жүйеге түсінік тапсырмаларын орындау. Өте жақсы жарайсыңдар. Балдар, бүгінгі сабағымыздың бастамасында барлықтарыңды ортаға шеңбер болып тұруға шақырамыз. Және мына жерде өздеріне ұнаған үстелдерді алуға болады. Ал шеңбер болып тұрамыздар. Өте жақсы. Оқушылар, мына қолымызда түрлі түсті қағаздар бар. Енді ашып оқып көрсеңізші. Бізде керемет те сөз жазылған. Осы керемет те сөзімізді достарымызға ұсынамыз. Жақсы, өте жарайды балдар. Бүгінгі сабаққа сендерге сәттілік тілеймін. Қазір біз ширату әдісін бірге орындаймыз. Қолымызда қағазды екіге бүктейміз, төртке бүктейміз және соны ұсақтап бөлуге әрекет жасаймыз. Ал бөліп болсақ барлығымыз бір қадам алдыма шығып, өзімізге сәттілік тілеп ширатамыз. Сәттілік! Ал енді түрлі түсті қағаздар болды. Осы түрлі түсті қағаздардан бейнелер жасаймыз. Кім қай топқа отырғысы келеді? Сары, жасыл, қызыл және аш көк түстер бар. Осы түстерден бейнелер жасаймыз. Ал бастадық оқушылар. Жинақтаймыз. Көмектесеміз бір-бірімізге. Жасыл, сары, көк, қызыл түстер бізде. Жинақтаймыз. Аламыз жерде қазір көмектес. Қай топқа керек екен мұны? Алқап бер. Көмектесе ғой Қайрат. Қай топ болды? Қай топ болды? Ал сипаттаймыз. Қай топ комиссар? Қандай топ? Бізде жедел жәрдем көлігі, біз жедел жәрдем көлігі осы адамдардың өмірін құтқарады. Біз осы жедел жәрдем көлігі сияқты жылдамыз. Жарайсың, өте жақсы. Қай қызылдар тобы? Қағаз қағаздардан осындай медициналық таңбалар жасап шығардық. Медициналық таңба бізде кейбір кезде мектеп құтқарушылардың сыртында және де жедел көліктерінде тұрады. Ал келесі топ жасылдар тобы? Біз жасылдар тобы мектептің базекасы деген себебіміз мектепке деніміз сау, денсаулығымыз мықты болған соң келіп дәріс аламыз. Өте жақсы, тамаша. Келесі Сарылар тобы осы қағаз сымдаларынан күннің бейнесін жасадық. Күннің сәулесі бізге күні күйді көтеріп қана қоймай, ағзаға қажетті дәріменін береді. Өте жақсы, тамаша. Енді мозаикаларымызды жима, бір жерге топтап қоюымызға болады. Қолымызға барып қоямыз. Оқушылар, бірінші топқа сарылар тобы, яғни бірінші маншеттен өзімізге керекті белгілерімізді аламыз. Екінші топ, үшінші топ және төртінші топ өзіміздің белгілерімізді аламыз. Төртінші топ. Қолымыз дайын болды ма? Өте жақсы. Оқушылар, біз өткен сабақ, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын сендерге бүгінгі сабақтың ережесімен таныстырып өтемін. Бүгінгі сабақта өте жақсы және орта деген балаларға ие болу үшін сабақтағы жетістігін тақтасын пайдаланамыз, яғни өз суреттерімізді осы бойынша топтарда қанша ұпай алғанымызды белгілеп барамыз. Жасыл өте жақсы, яғни 3 ұпай, сары жақсы 2 ұпай, ал қызыл 1 ұпайды белгілеймеді. Енді топ басшы сайлап аламыз, балдар міндетті түрде бізге топ басшы қажет, яғни бүгінгі сабақта біз топтық жұмыс, жеке жұмыс және өзіндік жұмыс тапсырмаларымен танысамыз. Топ басшы бұл кезде белгілеп барады, топ басшы емес, әрине қасындағы оқушылар да, достарың да сендерге көмектесетін болады. Топ басшы сайлап алыңыз ба балдар? Ал онда сабағымызды ары
ой қозғау арқылы өзіміздің бүгінгі сабақта не берілгенін біліп бару үшін бол әдісін пайдаланамыз. Яғни бұл жерде сендерге сұрақтар беріледі, осы сұрақтар бойынша жауап беріп барамыз. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ кезектесіп жауап береді. Дайынсыз балдар? Ал басталып бірінші топ. Америка дизентериясын қоздырушы қай мүшені зақымдайды? Тоқ шекті. Жауап дұрыс, өте жақсы. Екінші топ. Аш шекті зақымдайтын микроағза. Тырысқақ вибрионы. Жақсы. Үшінші топ. Үшінші топ. Көмесі жұтқыншақ теріне кесілген не сырылғанда мұрын тыныш жолдары көзі зақымдайтын микроағза. Күл дифтерия. Өте жақсы, жарайсыздар. Келесі төртінші топқа. Жәндіктердің үнсіз масалардың не қомшіркелерін шағу арқылы жұғатын ауру. Лишманиоз. Лишманиоз. Өте жақсы. Бірінші ширату бойынша барлығымыз өте жақсы жауап берді. Келесі және бірінші топқа саңыраулықта тудыратын ауру кім жауап береді? Саңыраулықта тудыратын өсімдік ауруы. Фитофтора. Өте жақсы. Келесі екінші топ. Екінші топ. Кім жауап береді? Герпес ауруының клиникалық белгілері. Қан аралас іш өту. Сұрағымыз дұрыс емес екен, иә? Жауабы не екен балдар? Мөлдір сұйықтықта. Келесі үшінші топқа. Хлорлы әк пен қышқыл ерітінділердің тез жойылатын ауру қоздырушысы. Күл. Жауап дұрыс емес. Топашы берге барамыз. Келесі төртінші топтың тапсырмасы. Жер шарындағы халықтың 90% осы вирусты тасымалдаушы. Герпес. Яғни герпес ауруы қазіргі кезде көп таралатын аурулардан бірі екен. Жарайсыздар балдар, біз үй тапсырмасына есіңізге түсіріп алдық. Ал келесі тапсырма. Оқушылар, бейне берілген ненің бейнесі не түсінуге болады? Кім жауап береді? Бейне берілген оқып, Нұрай жауап бере ғой. Бұл жердегі белгі, ол жерде яғни біреуге көмек беру мақсатында немесе өздеріне жедел көмек қажет болған кезде уақыт жоғалтпас үшін тиімді болу үшін сол белгіге қарап жасау мақсатында тағады. Және кім түсіндіреді? Гүлзада. Бұл RH- немесе плюс дегенді бұл резус фактор әскери қызмет кезінде төтенше жағдайда оның резус факторы оң немесе теріс екенін және де қан тобын нешінші қан тобына жататынын білуге көмектеседі. Өте жақсы, жарайсыңдар. Ал мына сұраққа жауап беріп көрейікші балдар. Қан топтарға сәйкес болса не болады деген сұрақты. Ал Махаббат жауап беру. Электролиттер бір-біріне жабысып қалады. Яғни ол адам өліміне де апарады. Адамның өліміне де алып келеді болуы мүмкін екен. Бағалауды біз түсіндік, яғни бірінші тапсырма бойынша бағалар қоямыз. Оқушылар, міне біз әскери топтар, қан топтары туралы мәліметті аз-да біледі екенбіз. Ал бүгін осы тақырыпты біз толықтыру мақсатында қан топтары және қан құю, резус фактор тақырыбымен танысатын боламыз. Бәріміз оқулықты аштық, сол оқулық бойынша жұмыс жасаймыз. Яғни бүгінгі сабақтағы мақсатымыз агглютинация және резус факторлар механизмдерін түсіндіру болып табылады. Агглютинация сөзі қандай мағынаны береді? Жабысып қалу деген мағынаны білдіреді. Яғни жабысу дегеніміз ол, яғни қан топтары бір-біріне сәйкес келмесе, онда қан топтарында және адам өлімге дейін алып келеді екен. Барлығымыз бүгінгі күнді жаздық, тақырыпты жаздық, тақырып мәтінімен танысамыз. Тақырыпты жазған болса, бәріміз экранға назар аударамыз. 4 түрлі қан тобының бары анықталған. 0 бірінші, А екінші, Б үшінші және АБ төртінші. Эритроциттердің бетінде ерекше молекулалар қан топтарының антигендері болады. Қан сарысуында қан топтарының антигендерімен байланысып,
эритроциттердің жабысуын шақыратын нәрвус антиденелер бар. Бұл заттар эритроциттерде агглютиногендер деп, ал плазмада агглютининдер деп аталады. Агглютиногендердің екі түрі А және Б. Сонымен қатар агглютининдердің де альфа және бета деген екі түрі бар. Агглютининдер агглютиногендерді жабыстыру қабілетіне ие. Бұл үдерісте қанның жасушалық элементтері түйіршіктер түрінде жабысады, тұнбаға түседі. Осылайша өз қасиеттері мен функцияларынан айырылады. Мұнда альфа агглютинині тек А агглютиногенін, бета агглютинині тек Б агглютиногенін жабыстырады. Осылайша адам қанның қасиеттері бойынша бірдей еместігі, ал қанда қандай да бір агглютиноген немесе агглютининнің болуына байланысты 4 топқа бөлінетіні анықталды. Бірінші, екінші, үшінші және төртінші. Бұл жаңалық медицина үшін өте маңызды. Себебі егер 0 қан тобы бар адамға кез келген басқа топтың қанын құйса, қандағы эритроциттер жабысып бұзылады. Нәтижесінде адам өліп кетуі мүмкін. Оқушылар, яғни біз қазір тыңдаған қан топтарының туралы, яғни қандар адам организмінде жалпы 4 топқа бөлінеді екен, бірінші, екінші, үшінші топ. Дәл осы тапсырмалар бойынша бүгінде тапсырмамызды жалғастырамыз. Бірінші топтың тапсырмасы бірінші қан тобы туралы мәлімет айтады, екінші топ, екінші, үшінші топ, үшінші қан тобы бойынша, төртінші топ, төртінші қан тобы бойынша айтады. Енді оқушылар, осы қан топтарында ерекше белгілер бар екен, ол ерекше белгі резус фактор деп аталады екен. Яғни главный тренер 1940 жылда оны зерттеген. Келесі фильмге назар аударамыз. 20 ғасырдың бас кезінде адамда 4 түрлі қан тобының бары анықталған. 0 бірінші, А екінші, Б үшінші және А төртінші. Қан сарысуында қан топтарының антигендерімен байланысып, эритроциттердің жабысуын шақыратын нәрвус антиген. Яғни не үшін жабысып қалады екен балдар? Не үшін жабысады екен? Яғни эритроциттер бір-біріне сәйкес келмеген жағдайда оларда жабысу процесі болады екен. Ал соңғы кезде қаншық деген басқа факторлар да ашылды. Олардың ішіндегі резус фактор айтарлықтай практикалық маңызға ие. Ол алғаш рет макака резус маймылының қанынан табылды. Егер ол адам қанында бар болса, оң резус, ал адам қанының эритроциттерінде ол жоқ болса, теріс резус деп аталады. Оның болмауы қанның сапасына әсер етпейді. Так, жарайды. Яғни резус фактор үнемі бір-бірге не болып келу екен балдар? Сәйкес келу тұру керек екен. Егер ол сәйкес болмайтын болса, организмде қандай процесс жүреді екен? Әртүрлі аурулардың келіп шығуы болады екен. Ал оқушылар мына ой қозғау сәтінде біз сәтті аяқтадық, ал тапсырмаға кірісеміз. Оқулық мәтінімен таныстырып шығып, өз топтарымызда белгілер және постер қойлауға анкет жасаймыз. Ал жұмысқа кірістік. Алдымызда бар, түрлі түсті қағаздар, түрлі түсті қаламдар бар. Соны көмек ретінде алып пайдаланасыздар. Шапалақпен белгі береміз балдар. Яғни, қай топ бірінші болса, белгі беруге болады. Үшінші топ, үшінші топ. Я шыға ойында отырсыздар. Кім жауап береді? Бағымыз бар. Бірақ топта
қоюға әрекет жасаймыз балдар. Бұл бізде үшінші қантауба. Алдымен біз қанша су шашсын деп алады. Алдымызда шамыз. Бұл бізде қанша су шашсын дегеніміз адам және жануардың Тоқтардың бәріміз жұмыста, тыңдаймыз тоқтар. яғни тірі организмдерге керекті жасуша. Қан осы жүрек арқылы барлық жасуша, барлық тірі организмге таралады. Үшінші Б тобы бірінші және үшінші топтағы плазмасында немесе сарысуында жабысқан, бірақ үшінші және төртінші топтағы эритроциттермен үйлесетін қан қамтиды. Үшінші қан тобы екі антигенде кездеспейді, және үшінші қан тобы тек қана үшінші және бірінші қан тобына донор бола алады. Үшінші қан тобы үш немесе В, деп белгіленеді. Ал үшінші топ үшінші және төртінші топқа донор бола алады. Бұл топтың қазір үшінші және төртінші топқа қоюға болады. Яғни бұл бір жерде қан жасушалары, яғни сарысу анти-А, сарысу анти-Б, және де үшінші топ сарысу анти-А-Б. Және де бізде бұл қандарға байланысты меланхолит. Ол адамдарға тән 4 температураның бірі болып табылады. Жақсы, отырыңдар. Қай топ бірінші топ? Бірінші топ оқушылар. Бірінші қан тобы 0,0 деп белгілейміз. Ол резус факторы минусты көрсетеді. Жалпы қан туралы айтатын болсақ, қан дәнекер ортасында жатады, қан жүрек арқылы бүкіл денеге тарайды. Қанның құрамы қанның сарысуы плазмада 55%, қан жасушалары 45%. Қан құйған кезде қан топтары сәйкес келмесе, эритроциттері жабысып қалады. Қанның жасушалары олар эритроциттер, қанның ірі жасушалары, лейкоциттер, қанның аз жасушасы, тромбоциттер қанның ұйымына қатысады, ядросы жоқ қан пластиктері. Сатвиник типті адамның эманациялық қозғалысы шапшаң күшті болады, көңіл-күйі әп сәтте өзгереді. Сангвиниктер бір қан тобындағы адамдарда болады. Бірінші қан тобы бүкіл қан топтарына қан беретін болғандықтан ол әмбебап донор болып аталады. Түсінікті ма? Тұра берсін, затымыз жарайды. Келесі қай топ? Бірінші топ. Бірінші топ. Соның астынан қояйық, жауап береміз. Раз. Екінші тобындағы қан эритроциттер бір-біріне жабысып, бірінші және үш топтардың плазмасында жойылады. Екінші топқа жататындардың қаны 3 және 4-ші топқа береді. Және салмағы 70 килограмм адам 2 литр және одан да көп мөлшерде қан жоғалтқан кезде оған қан жедел түрде құю қажет. Бұл топтың қаны екінші және 4-ші топтағы қанмен үйлеседі. Оны тек осы қан топтары бар адамдарға ғана құюға болады. Егер де қан топтары сәйкес келмесе, эритроциттер жерінде қалады да аяғы сәтсіздікке ұшырайды. Қазіргі кезде қан құюда тек өз тобына сәйкес қан құюы тиіс. Өте жақсы, жаңа айтылған және жарайсыңдар, отырыңдар. Енді бізде 4-ші топ қалды, ал 4-ші топтың жауабын тыңдадық бәріміз. Төртінші қан тобы ағы белгісімен белгіленеді. Қанның қызметі тасымалдау, қорғаныш және гоморалды деп 3 топқа бөлінеді. Оттек қанның тасымалдау қызметі оттекті өкпеден ұлпа жасушаларына, ал көмірқышқыл газын жасушалардан оттекке бөліп шығарады, тасымалдайды. Ал қорғаныш қызметі ағзадан зиянды заттардан және ауыр тудыратын микроағзалардан қорғайды. Ал гуморалды қызметі ішкі секреция бездерін бөлген заттардан
төртінші қан тобы сирек кездеседі және төртінші қан тобы немесе АБ деп белгіленеді. Оған кез келген қан топтарын құюға болады. Сондықтан оларды амебабреципиент деп атаймыз. Төртінші қан тобын психологиялық тұрғыдан меланхолик тобына жатқызуға болады. Меланхолик адамдардың тән төртінші типтеріне жатады. Меланхолик ол адамдарда әлсіздік және қиы сөйлеуге, тұл сөйлеуге қатысады. Меланхолик жеке процестер өте баяулаумен ерекшеленеді. Алғы тобы барлық басқа топтардан плазмасында немесе сарысуында бір-біріне жабысатын эритроциттердің қанына қатысты. Бұл топтың қанын бесінші қан тобына бар адамдарда қаны құйылуға болады. Так, жарайсыңдар, сендерге алып келіп мына топтарына қосып қоя қойыңдар. Өте жақсы тапсырма. 4 топтада қан өте жақсы белгіленді. Ал топ басшылар сендердің міндеттерін әділ бағалауға, оқушыларды бағалап, топтық белгілерді қойып қоямыз. Оқушылар, тақтаға назарлауға алдық, барлығымыз. Яғни қан не екен балдар? Қан қандай екен? Тіршілікті, тіршілік көзі, қорек көзі, жүрек араластырушы, жыл беруші, жарақаттан сақтаушы, гуморалдық қызмет, қанның көруші жолға, қызыл түсті сұйықтық, тасымалдау қызметі, үздіксіз қозғалыста болады, организмнің ішкі ортасы, дәнекер ұлттар. Міне балдар, біз қазір 4 топ болып осы жалпы қан туралы мәліметтерді айттық. Яғни қан біздің негізгі тіршілік көзіміз. Адамдарда жалпы 4 қан топ болса да, олардан ерекшеленетін резус фактор белгілерде болады екен. Яғни резус фактор оң, резус фактор теріс. Жарайсыңдар оқушылар, егер бұл тақырыпты біз меңгерген болсақ, қазір бірақ сергіп алайық балдар өзіміз бірге, яғни микрофон әдісін пайдаланамыз. Микрофон әдісінің ерекшелігі бүгін мен қазір осы микрофонды сендерге беремін. Сол кезде кімде микрофон қалып қойған болса, сол оқушыларға әдемі түрде сұрақтар қояды. Тек қана әуелді мұқият тыңдаңдар, әуел қай кезде тоқталады, сол кезде не істейміз? Сұрақтарға жауап береміз. Не сендерге қарамай тұрамын ол кезде. Қанның мөлшері. Айда не қарамай тұрмын? Қанның мөлшері шамамен 5-6 литр болады. Қан қандай ұлпа? Плазманың қанша пайызы судан тұрады? 90 пайызы. Дұрыс. Қан топтары нешеге бөлінеді? Қан топтары 3-ке бөлінеді. Лейкоциттер, эритроциттер және тромбоциттер. Дұрыс емес, қан топтары неше топтарға бөлінеді? Қанның түсі жасушасы. Лейкоцит. Өте дұрыс. Жақсы, осы жерде ойынымызды аяқталамыз. Ұнады ма ойын сендерге? Өте жақсы. Ал сеніп алған болса, келесі тапсырмаларымызға өтеміз.
Яғни қан топтары бірінші, екінші, үшінші, төртінші қан топтары бар екен. Осы қан топтары бойынша қазір тәжірибе жасаймыз. Мен алдын ала сіздерге лотовка яғни тәжірибе жұмыстарына көрсетіп қойдым. Яғни бірінші, екінші, үшінші қан тобындағы топтар бір-біріне қалай сәйкес келеді, немесе сәйкес келмей ме? Сол бойынша нұсқаулықты оқып шығамыз. Алдымыздағы оқулықтағы сол нұсқаулық бойынша тәжірибе жасайтын боламыз. Топтар бір оқушыға тәжірибеге көмектеседі. Кім шығады бірінші топтан? Бірінші топтан. Келсеміз, бірінші топтан шығады. Екінші топтан, үшінші топ, және төртінші бір оқушыдан шығады. Тәжірибеге жасауға кірісеміз. Яғни, төртінші топтың тапсырмасы нұсқаулық оқушыға, екінші топтығы, үшінші топ, бір, екі, үш, төрт. Қолымызға печатымызды киіп аламыз. Яғни, мына тақтадағы сурет бойынша сұрақтарға жауап беріп барамыз. Біз екінші қан тобының бірінші және үшінші, төртінші қан топтарымен сәйкес келетін немесе келмейтінін тәжірибе жасау арқылы анықтайтын боламыз. Екінші қан тобын барлығымыз тәжірибе жасай береміз, соңында айтамыз бізді. Екінші қан тобын алып, бірінші және біз осы жердегі екінші қан тобын, яғни бірінші қан тобымен сәйкестендіріп көреміз. Екінші қан тобымен бірінші қан тобын сәйкестендіргенде, олардың сәйкестенбейтіні, олар болмайды, яғни олар сәйкеспейді. Және екінші қан тобымен сәйкестендіргенде, олар сәйкеседі, яғни олар сәйкес келеді, олар бір-біріне келеді. Қан құюға болады. Және бұл үшінші қан тобы мен екінші қан тобы, олар бір-бірімен, яғни әрекеттеспейді, олар бір-бірімен Түсі өзгерді ма? Түсі өзгерсе сәйкес келмейді, онда? Бізде үшінші қан тобы мен екінші қан тобы бір-біріне сәйкес келмейді. Ал бұл төртінші қан тобы мен екінші қан тобы бір-бірімен араласқанда олар сәйкес келеді. Яғни төртінші қан тобы мен екінші қан тобы бір-бірімен сәйкес келеді. Яғни бұл жерде бізде бірінші қан тобы мен екінші қан тобы сәйкес келмейді, екінші қан тобы сәйкес келеді және үшінші қан тобы сәйкес келмейді. Жақсы, Нұрай, мына кесте бойынша кестені толтырып тақтаға түсіндіреміз. Ал бізде үшінші қан тобы, үшінші қан тобын барлық төрт қан тобымен сәйкестендіріп көреміз. Бұл бізде үшінші қан тобын бірінші қан тобына қосамыз. Түсі өзгерді ма? Өзгеріп кетеді. Яғни онымен сәйкес келмейді. Және де осы екінші қан тобына көрсетеміз. Және үшке. Және де төртке. Ал енді нәтижеде не шықты? Нәтижеде бізде біріншісінде түсі өзгеріп кетеді, яғни айналмайды. Ал екіншісінде де онымен де айналмайды. Ал үшінші топ айналады, яғни үшінші топ өз-өзіне донор бола алады. Түсі өзгермейді.
және де 4-ші топқа қосқанда да түсі өзгермейді, яғни 4-ші топқа донор бола алады. Так, мен саған тапсырма. Mana осы кесте бойынша түсіндіріп бере ғой. Мен бірінші қан тобының бірінші қан тобының бірінші, екінші, үшінші қан топтарына сәйкес келетін немесе келмейтінін, донор бола алатынын қазір тәжірибе арқылы көрсетемін. Ең бірінші қан тобын ең алдымен бірінші қан тобына құямыз. Енді бұны араластырғанда бұның түсі өзгермейді, яғни бұл осы бірінші қан тобы өз-өзіне донор бола алады. Ал екінші қан тобы бірінші қан тобымен екінші қан тобына құйып көреміз. Оны араласқан кезде де бұның светі өзгермейді, тек қана ашық светке айналады. Сондықтан ашық түске айналады. Сондықтан бірінші қан тобы екінші қан тобына да донор бола алады. Ал үшінші қан тобына құйып көреміз. Ол кезде де біз мұны араластырғанда ешқандай өзгеріс болмайды. Сондықтан бұл бірінші қан тобы үшінші қан тобына да донор бола алады. Ең соңғы төртінші қан тобына қойғанда бұл кезде де түсін өзгергенін байқамаймыз, өйткені яғни біз осы тәжірибелерді жасау арқылы білеміз, бірінші қан тобы бүкіл қан топтарына донор болғандықтан ол әмбебап донор деп аталады. Мен қазір төртінші қан тобын қайсы қан тобына және де бірінші қан тобына қосып көреміз. Оның түсі өзгеріп кетеді, демек ол бірінші қан тобына донор бола алмайды. Ал енді екінші қан тобына көретін болсақ, оның да түсі өзгеріп кетеді, демек екінші қан тобына да қан бере алмайды. Үшінші қан тобын көретін болсақ, үшінші қан тобында да дәл солай донор бола алмайды. Ал төртінші қан тобына түсі өзгермейді, демек төртінші қан тобы тек төртінші қан тобына ғана донор болады. Донор деген. Өте жақсы, оқушыларға тақтаға беріліп қой. Ал оқушылар сендер мына тақтадағы кестені сызып, дәптерге орындаймыз. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ және Каусардың төртінші тобы. Қателігі бар ма? Қарайықшы балдар. Тақтадағы көшіреміз, жазып аламыз тақтақты сызып. Оқулықтағы білу және түсіну тапсырмасын орындаймыз оқушылар. Яғни бірінші әмбебап донор, әмбебап рецептер не деген анықтамаға түсінік беріледі. Қазір тәжірибе жасалды. Сол тәжірибеде әмбебап донор қай топ екен балдар? Әмбебап топ. Бірінші қан тобы. Әмбебап рецепт қай топ екен? Төртінші топ. Яғни мына кестені дәптерге жазып аламыз. Барлығымыз бірдей. Ал жасы болған болса, онда келесі тапсырмаға назар аударыңыз. Оқушылар сабақты қалай меңгерді бүгінгі тақырыпты сол тақырыптар бойынша сұрақ жауаптар. Бұл кезде топтармен жұмыс жасамаймыз, жеке жұмыс. Кім жылдам деген ойын арқылы белгіленеді. Кім жауап береді? Ал тапсырсын. Ата-анадан ұрпаққа берілетін иммунитет түрін анықтаңыз. Табиғи туа пайда болған. Б варианты ма? Ал тексіп көрейік. Өте дұрыс. Келесі. Кім жауап береді? Қайрат. Екпе салу адам ағзасына белсенді жасанды иммунитетті қалыптастырады. Яғни А варианты. Өте жақсы. Келесі. Оразқожа. Жасанды енжар иммунитетін сипаттамалы анықтаңыз. Жұқпалы аурудың кейін пайда болады. Жауап дұрыс емесінде. Қайсы дұрыс екен балдар? Сарысы енгізгеннен кейін. Келесі тапсырма.
тиімдері жылайтын лимфоцит типі Б лимфоциті ма? Ал, жауап дұрыс. Келесі тапсырма. Қандай береді? Махаббат. Табиғи иммунитеттің қандай типтерге бөлінеді? Белсенді. Қайсы? Туа пайда болады. Дұрыс. Келесі тапсырма. Шоула. қандай ауруға қарсы иммунитеттің мүлде дамымайды? Басты амина. Дұрыс. Соңғы тапсырма. Шоула. Тарай шоула. Жасанды иммунитет типтері. Белсенді әлсіз. Б варианты. Б варианты ма? Б варианты. Демек қайсы дұрыс екен? Белсенді әлсіз болды екен. Так. Көрген балдар, біз бірнеше жерде бір екі қателестік бар, сол қателігімізді орындаймыз. Енді барлығымыз назар аударамыз, аглютинин дегеніміз не? Яғни аглютин дегеніміз бұл плазмада кездеседі, аглютиноген. Оны эритроциттердің құрамындағы нәруыз. Осы нәруіздер бір-біріне сәйкес келмесе, онда қан топтарында қан құю кезінде қателіктерге бой алдырған болады. Демек, дәрігерлер де міндетті түрде бұл тапсырманы білу керек. Келесі тапсырма қан топтарының айырмашылықтары. Бірінші, не? Эритроциттердің антиген түрлері, ал екіншісі плазмадағы антиген түрлері. Ал енді осы бірінші топ пен төртінші топқа назар аударайықшы балдар. Бірінші топ не бұл жерде? Амеба, донор. Ал төртінші топ? Не үшін реципиент? Өзіне ғана қан бере алатын процесс. Ал мынаны қалай түсінеміз? Бірінші топ, екінші, үшінші және төртінші топ. Оларда альфа, бета және альфа, бета. Ал төртінші қан тобында көріп тұрмыз ба? Ол белгі жоқ. Сондықтан да оны біз не дейміз? Реципиент деп айтады екенбіз. Мына оның жауабы балдар. Яғни бірінші топтағы егер сәйкес келмесе, оны алып тастауға болады екен. Ал Б тобына Б-мен олар сәйкес келмейді және оның тек қана бета формасы сәйкес келуі мүмкін екен. Жақсы балдар, біз қан топтарымен көптеген мәліметтерді білдік, қан топтардың сәйкестігіне тәжірибе жасадық. Осы тәжірибеден біз көптеген мәліметтерді алдық. Ал енді донор деген сөзге көп тоқталып жатырмыз балдар. Донор дегеніміз не екен балдар сонымен? Донор бұл қан беретін адам. Яғни қан беретін адамды біз донор дейміз. Қазіргі кезде қан беретін адамдар табу өте қиын. Сондықтан да қазір мен сендерге Мұқағали Мақатаевтың «Мен донормын» деген өлеңінен қысқаша үзінді айтып беремін. Мен донормын. Бәріне, жасыңа да кәріне. Кімге қан керек? Үшуге емес, бәріге. Мен донормын, шипа болар қаным бар, қабылдандар, алындар. Менің жылы қанымның қасиетін таныңдар. Жоқ, ақшаға сатпаймын, алулар алдында, борышымды ақтаймын. Өмір беріп өзгеге, өмірімді сақтаймын. Мен донормын. Неге өзгеге береді, өз өмірімді сақтаймын деді. Өзгеге де көмектеседі, ал донор бергенде бұл пайдалы. Медицина саласына егер оқитын болса, міне біз бүгін сабағымызда және бір кәсіп иесі болды. Ал топбасшылар, топты бағалап қоярмыз. Топбасшылар бағалап, топты нәтижені шығарамыз. Оқушылар, бүгін сабақтар қандай әсер алды? Сабақ ұнады ма? Достарының тәжірибелері сендерге ұнады ма? Сол болатын болса, сабақтағы жетістігін тақтасына өздерінің бүгінгі ойларында жазып алуларына болады. Ал топбасшылар есептеңдер. Сабақ туралы өз ойларыңызды жазамыз. Ал мына сабақтағы белсенді қатысқанға
түсінікті болды ма, жаңа тақырыпты игерілген ма, қызықты болды ма, осы 4 мысалның біреуіне алып кеп қоюларына болады. Махаббат барлықтары, қоямыз ойымызды. Алып кетіп салса не жаздың сен? Маған өте қатты ұнады. Келесі оқушы. Барлықтарымыз. Тоқпашылар дайын ба тоқтың? Маған бірінші сабақта ең ұнағаны ол тәжірибе сабағы. Өйткені тәжірибе сабақта біз көп нәрсені білесіз. Ұнады ма саған да? Өте, отырам. Жарайсыңдар балдар, бұл қолдарынан келгенше әрекет жасадыңдар, басқа сабаққа түгел қатыстыңдар. Ал енді соңғы біздің неміз қалды, қанша ұпай жиды. Қараңдаршы балдар, сабақтың басында ешқандай белгі жоқ еді. Сабақ соңында бізде белгіленген сабақтағы жетістігін тақтасын біз толтырып тастадық. Ал бірінші топ түсіндіре ғой. Түсіндір, айт. Бірінші топтың жалпы айт. Бірінші жалпы 35 ұпай жинады, осы 3 тапсырма бойынша. 3 тапсырма бойынша 35 ұпай. Ең көп ұпай жинаған кім? Гүлзада 9, Абдулашулла 9 балдан ба? Так, келесі екінші топтың кім? Үшінші топ. Тапсырмамызды алып келеміз. Екінші топ. Қанша ұпай? 39 ұпай. Ең көп ұпай жинаған? 39 ұпай. Келесі. Ониса, келе ой. 36 ұпай. Келесі, төртінші топ. Төртінші топ. Қанша ұпай? 27 ұпай. Балдар, бірінші топ 35, екінші топ 39, үшінші топ 36, ал төртінші топ 27 ұпаймен бүгінгі сабақта өз үлестерін алды. Сабақ ұнаған болса барлықтарына сәттілік тілеймін және бір бар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.